Баршаңызға сәлем. Өте нәзік, жұмсақ, ауызда еритін Спартак тортын дайындаймыз. Ең алдымен крем дайындаудан бастаймыз. Ол үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Түбі қалың пешке қоятын ыдысымызға қаймағымызды саламыз. Оның үстінен құмшекерімізді саламыз. Сонан соң жұмыртқамызды және де жүгері крахмалын салып, барлығын венчиктің көмегімен жақлап тұрып араластырамыз. Осы массамыздың астын үнемі араластыра отырып, орташа отқа қоямыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, немесе асты жабысып қалуы мүмкін. Міне бізде қоюланды. Осылай қоюланған кезде дайын болады. Бөлек ыдысқа тез су үшін аударып аламыз. Және де бетін пищевой пленкамен в контакт жауып суытамыз. Корждарын дайындау үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Түбі қалың пешке қоятын ыдысымызға жұмыртқамызды, құмшекерімізді, шым тұзды, балымызды салып, соңынан сары майымызды саламыз. Барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз және жай отқа қоямыз. Осы массамызды жақсылап қыздыруымыз қажет, бірақ қайнатпаңыздар, себебі жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Пеште қыздырған кезде үнемі астын араластырып тұрамыз. Міне біздің массамыз осылай толығымен еріп, ысыған кезде ас содасын салып, венчикпен араластырамыз. Сол кезде ол көлем жағынан ұлғайып, кішкене көпіргендей болады. Біздің массамызға ұнымызды салмас бұрын шамалы суытып алуымыз қажет. Сол себепті мен бөлек ыдысқа ауыстырып алдым. ұн мен какаоны өзара араластырамыз. Шамалы суыған массамызға ұн мен какаомызды електен өткізе отырып, бірнеше этапқа бөліп, салып, лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Оның сұйықтығы осындай болып шығады. Дайын қамырымызды 2-3 бөлікке бөліп, осындай тефлоновый ковриктің бетіне не болмаса пергамент қағазының бетіне төсеп, жылы кезінде лопатканың көмегімен, не болмаса палетканың көмегімен жұқалап жайып шығамыз. Дайын болған қамырымызды қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 5 минутта пісіріп аламыз. Байқап тұрыңыздар, сіздердің корждарыңыз күйіп кетпеу керек. Дайын болған қамырымызды ені бірдей қылып бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Бөлме температурасындағы сары майды миксердің көмегімен жақсылап көлем жағынан ұлғайып, ағарғанша миксерлейміз. Сары майымызды миксерлеп болған соң, қайнатпалы кремімізді миксердің көмегімен араластырып аламыз. Және де осы қайнатпалы кремімізді біртіндеп сары майдың үстіне қоса отырып, араластырып, крем жасаймыз. Біздің креміміз дайын болды. Ол өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Енді бөлінген корждарымыздың бетіне шамамен 2 қасықтан сала отырып, бір текс қылып жайып шығамыз. Міне барлығын жайып шықтық. Енді біртіндеп ораймыз. Осында абайлап, жақсылап тығыз қылып орау керек. Және де бір орап болып біткен жерінен келесі қамырымызды дәл сол біткен жерінен бастап жалғастырамыз. Солай нығыздап орауымыз қажет. Барлығын тура видеодағыдай жасап шығыңыздар. Осылай барлығын орап болған соң қалған кремімізді тортымыздың бетіне және жан жағына жағамыз. Және де шет-шетінен қалған корждарды мен лақтырған жоқпын. Соны блендердің көмегімен езіп алып, жан жағын. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.
Біздің тортымыз дайын болды. Ол осындай әдем болып шығады. Әдем болып қана қоймай, арасы өте нәзік, жұмсақ, ерекше, ауызда еритін торттардың бірі. Және де бұл торттың бір айырмашылығы сливки құрамында жоқ. Осындай қолжетімді ингредиенттерден тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің отбасының көңілінен шықты. Міндетті түрде сіздердің де көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Маралмен бірге болып, видеоны ақырына шейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.